Иә достар, ол біздің өмірімізден кетіп қалды. Сіздер де соңғы кезде байқаған шығарсыздар. Менің видеоларымда онша емес дауыс болып кетті соңғы кезде. Өйткені мен микрофоным сынып қалды достар. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан қалам. Сіздер түсінбей қалған шығарсыздар, кім өлді, не өлді. Достар, мен жай ғана осында микрофон туралы айтқым келіп тұр. Өйткені достар, бұл микрофон достар мен өмірімде өте маңызды рөл атқарды. Бұл достар маған 3-4 жылдай қызмет атқарды. Бұларына да емес, тек қана достар мен алдыңғы каналдарында да бұл микрофонмен видео түсіріп жүрдім. Енді достар, бұның да уақыты келді. Осы сіздер байқаған шығарсыздар, соңғы осы 1-2 апта мен видеоларында дауысы кішкене шамалы болып кетті. Өйткені достар, мен бұл микрофоным сынып қалды. Я достар, мен осы туралы енді видео түсіргім келіп тұр. Достар, енді давайте мен қазір бұндай қара киіммен отырмай қойын. Бұл жай ғана сіздерге приколстап киіп алғаным. Давайте свет қосайық біріншіден, екіншіден давайте киімді ауыстырайық. Не мұны трауырға келдік пе біз? Ал енді достар, видеомызға кірісуге болады деп ойлаймын. Әрине достар, маған обидно осындай керемет микрофоннан айырылып қалғаным. Өйткені бұл микрофонның дауысы шынымен де өте керемет болды, және де сіздерге де ұнап жүрді дауысы. Өйткені ешқандай ондай комментарий болған жоқ. Нұрлан, сенің дауысың онша емес деп. Өйткені шынымен де бұл микрофон дауысында жақсы жазып жатырды. Қазір немен жазамын деп сұрап жатқан шығарсыздар мен дауысымды. Қазір мен осы камера арқылы жазамын, камераның өзінің микрофонымен жазамын. Және де арасында телефонды қолданамын, телефонды микрофон ретінде. Иә достар, соңғы кезде дауыспен өте қатты проблема. Бірақ сіздерге ол ондай қатты көрініп тұрмаған шығар деп ойлаймын. Және достар, уайымдамаңыздар, мен сіздерді көп уақыт бойы қорламаймын мұндай жаман дауыспен. Өйткені мен жаңа микрофонға заказ беріп қойдым. Бірақ ол достар, мұндай микрофон болмайды. Ол дейтін андай петличный микрофон болады. Яғни сіздер мына жерге іліп қоясыз, сосын спокойно сөйлей бере аласыз. Неге мен ондай микрофон алдым достар, сіздерге айтайын. Өйткені достар, ондай микрофон ыңғайлы деп ойлаймын. Ондай микрофонмен мен далада түсіре аламын, үйде түсіре аламын, любой жерде түсіре аламын да достар. Сол үшін мен сондай петличный микрофонға заказ бердім. Ал егер достар, мен мындай микрофон заказ беретін болса, мен оны тек қана компьютердің алдына қойып қоя аламын. Басқа жерге мен оны апара алмаймын достар. Түсініп тұрған шығарсыздар. Білейін неге мен бұл видео түсіріп жатқанымда, бірақ барынша бұл видеода мен достар сіздерге пайдалы заттар айтуға тырысамын. Бәлкім сіздерде болашақта блогер болуларың келетін шығар, бәлкім летсплейщик болуларың келетін шығар. Сол үшін сіздерге қазір мен жақсы микрофондар туралы айтатын боламын. Әрине достар, егер де сіздер летсплейщик болуларың келсе, қазақ ютубында Алекизет, Нұр Channel, Супер Кигач сияқты, мысалы, просто примерға келтіріп жатырмын. Сондай сияқты летсплейщик болуларың келсе, сіздерге әрине микрофон керек, сапалы микрофон керек сіздерге достар, обычный микрофон емес. Өйткені обычный микрофонмен достар адамдар ондай көп тыңдағысы келмейді, құлаққа жағымды естілмейді. Сол үшін сіздерге әрине сапалы микрофон керек. Неге шын айтсам, өте қызық, мен қазір сапалы микрофон туралы айтып жатырмын да, өзім жаман микрофонмен жазып жатырмын. Браво, Нұрлан қалам. Достар, айтқанымда әрине бұның бәрі уақытша, 2-3 аптадан кейін мен жаңа микрофоным келу керек. Мен оны қатты күтіп отырмын, өйткені мындай дауыспен мен сіздерді көп қинағым келіп тұрған жоқ. В общем, сіздерге қандай микрофон мен совет беремін. Әрине мен өзім алған микрофон сіздерге совет бере аламын, толықтай совет бере аламын. Қазір бұл микрофон жасамаса да, бірақ ол 3-4 жыл жасады. Негізі тағы да жасайтын еді бұл микрофон, просто мен інілерім, үйге келіп, ойнап, құлатып сындырып алыпты. Не сынды деп ойлайсыздар достар? Дым сынған жоқ қой, былай қарасаңыз, бәрі жасап тұр ғой. Мынан астында мындай 4 сымы бар. Мына 4 сымның біреуі сынып қалды менде. Білмеймін, бәлкім мынаны жасауға да болатын шығар. Мен оны жасап көрген жоқпын, және де мындай сервистерге апарған жоқпын. Мен ойымша достар, енді бұндай китайский товар негізінде по сути, бірақ бұл дейтін өте сапалы микрофон. Бұл микрофонмен достар кезінде Ивангай қолданған, даже Ивангай қолданған, неше түрлі өте атақты ютуберлер барлығы да осы микрофонмен жазады достар. Бұл дейтін бағасын айтатын болсам достар, бұның бағасы где-то 26 мың ба, 28 мың ба сондай тұрады Алиэкспресстен. Енді я білем достар, бұл да тоже арзан емес, бұл кішкене қымбаттау, 28 мың, 26 мың тұрады. Бірақ достар, бұның бағасы нормально. Егер сіздер одан да жақсы микрофон алуларың келсе, андай Blue Yeti дейтін, олар вообще қымбат тұрады. Олар білмеймін, 30 мың ба, 40 мың тұрады. Оларға қарағанда бұл кішкене арзандау, және де сапасы да өте керемет. Сол үшін мен ол кезінде осы микрофонды алдым Samsung'да. Не үшін алдым мен бұл микрофонды? Әрине видео түсіру үшін. Ол кезде мен озвучкамен айналыстым, дыбыстаумен. Менің баяғы каналым бұл Raymond Channel дейтін, сол каналда мен неше түрлі анимациялар жасап жүрдім, мультфильмдер, соларды дыбыстап жүрдім өйстіп. Бірдене деп дыбыстап жүрдім. В общем, маған ұнады. Және де летсплейлер түсірдім. Маған телефон соғып жатыр енді. Алло. Кешіріңіздер достар, телефон соғып қалды. В общем, ешен етпес, жалғастырамыз.
енді есіне түсіріп көр, қай жерден тоқтадым мен. В общем, айтқанымдай, бұл микрофон өте жақсы. Бұл микрофон аты Samsung C01 C01U Pro. В общем, бір қазақша айтатын болсақ, в общем, жақсы микрофон. Маған және де бұның просыз версиясы бар. Онда тоже сондай баға тұрады, ондай қатты қымбат емес. Және де мынаның құттай версиясы бар. Кстати, Samsung Meteor Mic дейтін, бұдан кішкене арзандау тұрады. Соны тоже достар алсаңыздар да болады. Сол микрофон тоже жақсы, дауысы өте керемет. Білмеймін, ондай қатты разница жоқ. Егер сіздер, бірақ ол микрофон кішкентайлау, мынандайлау. Ол сіздерге қатты ыңғайлы болмауы мүмкін. Мысалы, видео түсіріп жатқан кезде ол төменде тұруы мүмкін, сіздің басыңыз мына жақта тұрса. Бұл микрофон кішкене ұзындау да, мысалы, бүйтіп қойып қоясыз, ауыздың астына. Сөйлеген кезде жақсы естіледі. Өздеріңіз қарайсыздар ғой, енді микрофонды жалпы AliExpress-тен де іздеуге болады, интернетте просто жазуға, Google-ға, YouTube-тан іздеңіздер. В общем, адамдар ссылкалар қалдыру керек микрофондарға. В общем, сол. Әрине, достар, дауыс дейтін өте маңызды видеода, өйткені дауысы жаман болса, видеоның адамдар ол видеоны қарамайды. Бірақ, достар, дауыстан да маңызды зат бар, әрине бұл видеоның өзі. Егер видео кішкене видео қызық емес болса, егер де видео іш пыстыртатын болса, видеода ешқандай қызықты ештеңе болмайтын болса, онда сізде қанша жерден күшті дауыс болса да, сіздің видеоңызды ешкім қарамайды. Сол үшін әрине, достар, сапалы дауыс болса да жақсы видео болу керек, барынша қызық болу керек. Мысалы, мен қазіргі түсіріп жатқан видеомның дауысы ондай керемет емес, бірақ мен барынша сіздерге қызықты етіп видео түсіруге тырысып жатырмын, неше түрлі кривляцтен қуам, жақсы сөйлеуге тырысам. В общем, соның бәрі әрине рөл атқарады. Енді, достар, не істейміз? Әрине жаңа микрофонды күтеміз. Мен жаңа микрофонның петличкам келгеннен кейін міндетті түрде видеолардың дауысы өте сапалы болады деген ойдамын. Әрине, достар, егер де микрофон бракованный, жаман болып қалмаса, мен үміттенемін сол микрофон жақсы болатынына. Мен оны арзанға алдым, сол үшін өте кішкене қорқып тұрмын. Дауысы ондай жақсы болмау мүмкін деп, бірақ интернеттен тексердім, бәрін қарадым, дауысы өте жақсы болу керек. В общем, сіздер келгеннен кейін көресіздер. Сіздерге де егер де микрофон алуларың келсе, осы микрофонды совет беремін. Неге Нұрлан осы микрофонды қайтадан алмайсың деп сұрап жатқан шығарсыздар. Пока что, достар, мен алатын ақшам жоқ, я. Достар, мен қазір ақшамдың бәрін басқа жерге жинап жатырмын, басқа жаққа жинап жатырмын. Сол үшін қазір пока что мен микрофон алатын ақшам жоқ, бірақ әрине петличный микрофонға заказ беріп қойдым. Өйткені бұл осы микрофондарға қарағанда арзандау тұрады. В общем, достар, осымен бұл видеоны аяқтайтын шығармын. Білмеймін, бұл видеода не айтқым келгенін өзім де білмедім. В общем, сіздерге просто айтқым келгені, жақын арада мен жаңа микрофон аламын, ал бұл микрофон, достар, жасамайды. Просто мен соңғы кезде комментария байқап жүрмін, көбісі жазады: Нұрлан, неге сен дауысын өзгеріп кетті видеоларда, баяғыда күшті болып еді, қазір неге дауысы ондай анық емес болып кетті? Міне сол үшін мен осындай видео түсіріп жатырмын. Я, достар, керемет. Сіздер байқаған шығарсыздар, достар, соңғы кезде мен арнамда видеолар өте көп шығып жүр. Неше бір аптаның ішінде мен, достар, 5 видео түсіріп тастадым. Ол өте керемет. Баяғыда, достар, мен бір аптаның ішінде бір видео түсіремін, 2 аптада бір видео түсіремін арасында. Оши видеолар өте арасында шығатын болды. Көбі шығатын болды. Маған комментария: Нұрлан, видеоларын шаршеш, қайда жүрсің деп. Міне енді менде видеолар почти күн сайын шығады, достар. Өйткені мен, достар, соңғы кезде түсіндім, мен YouTube-та бәрін түсіретін болып кеттім. Let's play түсіремін, влог түсіремін, челлендж түсіремін. Миыма не келеді, соның бәрін түсіріп бастадым. Сіздерге сол ұнайма, жазып кетіңдер комментарияға, или баяғыша аптасына бір рет түсірейін ба. Бірақ, достар, мен ойымша, маған осындай күн сайын шығарып тұрған маған ұнайды. Сол үшін әрине мен осылай жалғастыра беремін. В общем, сіздермен бірге болған Нұрлан Қаламов, артына тіркеліңіздер, достар. Давайте 80 подписчикке жеткізіп, уже құттай қалды, достар. 300 подписчикте қалды, 80 подписчик болсын, сосын өте керемет. Білмеймін, 80 подписчикке бәлкім қызықты видео шығарармын. Давайте, достар. Және, достар, инстаграмға тіркелуге ұмытпаңыздар. Инстаграмда жаңа фотка шықты бүгін, жаңа фото шықты. Қарап кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Давайте.